Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Мына бір видеоны көріңіздер, бұл исі қазақты қорлау деп білемін. Выглядит как русский. Говорит по-русски. Водку пьет как русский. Все делает как русский. Но он не русский. Не-не-не. Блин, как же это доказать? Да, я буду в целом считать, там на севере вообще одни русские. То есть, конечно, там север Казахстана это Россия. Но для меня не является проблемой сегодняшняя граница Казахстана. Более того, в смысле, я не понял. Не является проблемой, что она есть. То есть, типа, она просто номинальная. Ну, да, она для меня номинальная, я ее пересекаю, еду туда и читаю лекции на русском языке, общаюсь, пофиг. И, в принципе, такая же ситуация, да, она могла бы быть там с Белоруссией и Украиной, но с Украиной не сложилась. Теперь вопрос, Дәл осы видеодан кейін құрметті қазақ бауырлар орыс тілін өздерінше элита санап, орыс тілінде шүлдірлеп, қазақ тілін менсінбей бүйтіп қарамаңыздар, құрметті ағайындар. Сосын өткендегі де видеолардың астына жазып жатыр. Біз орыс арқылы Америкадан, Қытайдан қорғанып отырмыз. Орыс біздің досымыз деп. Я атаңның басы, көретін қорлықты орыстан көргенсің. 70 жыл орыстың отарында боданы болдың. Құдайды жоқ деді. Ленин біздің атамыз деп өстіңдер. Одан кейін 32 жыл ашықта қаншама қазақ құрбан болды. 6 миллион адамның 2 миллионы 202 мың адам емес, 2 миллион адам қырылған. 37-38-де қазақтың ұлт зиялылар көсемдері Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Біржақып Дулатұлы, тағы да басқа жүздеген қазақтың қаймақтары құрылды. 41-45 жыл соғыста алдыңғы шепте болған қазақтың батырлары. Одан кейін 86 жылы Колбенге қарсы шығып, қазақтың тәуелсіздігін сақтап қалған қаншама боздақтарды есің алып. Сонда орыстың бізге дос емес екенін түсінесің. Өз тіліміздің мәртебесін көтерейік және ешкімнен қорықпайық. Ана тіліміздің мәртебесі арта берсін.